Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге арзан психологтар жобасы. Біз бұл жоба сіздердің келгендеріңізге қатты қуаныштымыз. Бізде Руслан да, мен де психолог емеспіз, біз стендап комикпіз. Қазір сіздер проблема айтқан кезде біз проблемаларыңызды быт-шыт қылып шешіп, вообще не о чем қылып жіберуіміз мүмкін, ушықтырып, жылап қайтуы мүмкін біреу. Дата болды. Сол себепті ойлап қалмаңыздар, осындай ма психологтар деп. Біз стендап комикпіз, бірақ сіздер білесіздер, біз психолог болсақ қандай психологтармыз? Дәл солай. Так, енді кім өзінің проблемасымен бөлісуге дайын? Қолдарыңызды көтерсеңіздер, бізге микрофонды апарып береді. Ей, пожалуйста, міне, мына жақта. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Менің айтайын деп отырған проблема, мысалы, мен группада или басқа адамдармен танысам ғой. Достарыма, типа, мен Бруно Марс или басқа бір музыкалар тыңдайын десем, маған қарайды да, Дану, сен оны білесің ба? Деген сияқты бүйтіп маған андай личный границама көп өтеді. И мен оған көп кезде типа, ну ладно деп айта берсін деп жүре беремін да. Но уже қанша рет болды, мен уже бірдеңе айтқым келеді, но айта алмай жатырмын. Не айтып оларға қойшы деп болады. Сіздің проблемаңыз дұрыс түсіндіре алмайды екенсіз ба? Уже түсінеміз. Сізге бірінші проблеманы түсіндіріп үйрену керек екен. Жарайды. Давайте қайтадан дұрыстап айтып көріңіз. Например, сен мысалы бір зат айтасың, адамдар, сен орамалдағысың ғой, Бруно Марсты білесің ба не, Құдай сақтасын, істей саған. Сондай нәрселер айтады. Басында айтатын ғой, нең бар деген сияқты. Содан кейін үндемей жүрдім. Уже мен маған бәрібір де ойлағым ба, оказывается, бәрібір емес екен. Не айтсам болады соларға, типа, қандай ответ берсем болады. Все, рахмет саған. Бөліскеніңе үлкен рахмет. Давай шапалаққа айтып. Мына жерде мен Жансая сізге емес, былай халыққа айтып жіберейінші. Орамал тартатын қыздар, обычно қыздар ғой кәдімгі. Деп орамалың бар ма, не өзгеше өтсін. Рахметті. Орамал тартатын қыздар, обычно қыздар. Олардан сіздер андай мұндай зат істемеу керек, андай зат істемеу керек деп жағында жүруге болмайды. Ол ұят зат. Шынымен де адамның личный границасын өтіп жатсыздар. Халыққа айтып қойып жатқаным. Ал сізге айтатын болса, сізге келетін болсақ дейсіз. Сізге келетін болсақ, просто айтасыз, Құдай жазаңды берсін дейсің. Болды. Рахмет, қошеметтеріңізді аямай соғып қойыңыздар. Айтқаныңызға рахмет. Рахмет. Бірінші болып бөліскеніңізге рахмет, қошемет соғып қойыңыздар. Бірінші болып айту өте қиын. Осы біз арзан психологтармен басқа қалаларға турға шықтық қой. Сол кезде бір есінде қалған проблемалардың біреуі қайсысы сенде? Проблемалардың бірі, қыздың проблемасы есіңде ма? Қайсысы? Алып қашып кеткен. 3-4 жыл тұрған, бірақ сөйтіп ажырасқан, қазір жігіттермен сөйлесе алмайды, себебі қорқады. Қорқып қалған. Жақсы жаңалық шықты, енді қыз жалпы алып қашу 7 жылға дейін бас бостандығынан айырып жіберуге болады жігітті. Кража человека дей ма? Ол келін ұрлау деген статья болған ғой. Соны қазір адамды мәжбүрлеу, некеге отырғызу деген статьяға ауыстырады екен, в общем. Көрші, мысалға, өте нашар ғой, сен қызсың, мысалға, давай сен қыз деп елестетейік. Қиын өте елестету, сен қыз деп, но елестетейік сен. Бір абьюзер жігітпен жүрдің, кеш сен абьюзершінде болмен сөйлеспей қалдың, келе жатсың, уже өміріңді өзгерткің келіп шашыңды карайға қийтсадың, розовыйға бояп садың, көшеде келе жатсың. Сегодня набухаюсь точно. Жоқ, я сладкое буду кушать. Кофе деп келе жатсың көшеде. И біреу тұрады да сені қаламаған жігітін алып қашып кетеді. Ойлашы. Ужас, кетіп бардам. Сен тұрасың спокойно, уверенно. Оңбаған мен сен 7 жылға соттатып жүрем, если мені алып қашып жататын болсаң қазір дейді. Что ты себе позволяешь? Ол айтады, махаббатымыз ше. Ты че, дурак, бірінші рет көріп тұрмын сені деп шығып кетті болады да, короче. Жақсы жаңалық, мысалы, осындай. Әйтпесе, технология дамып жатыр, адамдар бір саналы түрде бір мақсаттары бар, бүйтіп ұмтылып баратыр, әлің кейін алып қашу деген дүние бар. Мысалға. Ой, алып қашып кетейін шығаным деп ойлайтын балдар бар әлі күнге дейін да. Семья құрып тастау керек, маханға құрсын келін керек, алып қашып кете берейін дейтін. Сондықтан да біз еще білесің ғой, біз тек қана түсірілімді Алматыда жасаймыз.
біз арзан психологтардың түсірілімін Алматыда жасаймыз. Басқа қаланың адамдары, біздің көрермендеріміз бізді абьюзерлік жасайды бізге, манипуляция жасайды. Неге біздің қалада түсірмейсіңдер дейді бізге. Біздің жеке границамызға өтеді деп. Біз соның барлығын естіп, болды онда деп Рус екеуміз шешіп, барлық қалаларға барып, арзан психологтардың түсірілімін жасағалы отырмыз. ютубта болады және ең бірінші арзан психологтар шырайлы Шымкентте бастаймыз. Шымкент проблемаларыңыздан дайындаңыздар. 26-шы 25-ші 25 сен даталарын айтып жіберші мен. Дата дайындаңыздар. 25-ші мамырда Шымкент қаласында, 26-ші мамыр Тараз қаласында түсірілім болады. Сонымен қатар біз Алматыда 900 адамға үлкен концерт жасағалы жатырмыз арзан психологтардың. Барлықтарыңыз келіңіздер, қолдап бізді, біз сіздердің проблемаларыңызды тыңдап бірге сол проблеманы жеңілдетіп қайтайық. Билетке сілтеме төменде, кіріңіздер, дәп қазір алып алыңыздар. Пока біз паузада ұстап тұра тұрамыз. Алып болсаңыздар, біз жалғастырамыз. Екінші проблема қаяқта екен? Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Мен өте нерешительный адаммын. То есть маған алдыма выбор келсе, мен оны, то есть выбор таңдау мен үшін өте қиынға соғады. И как ChatGPT шықты ғой, и мен бүкілін ChatGPT-дан сұрап, өзім, то есть решение қабылдай алмаймын вообще. Соны қалай шешуге болады? Да, жыл заман. Заманауи проблема ғой андай. Есіміңіз кім болады? Нұрай. Нұрай, сен шамалы не істемейсің ба андай? Прикол ұстап. Жоқ, енді ChatGPT-дан барлық нәрсе сұрайды. Мен өзім сондаймын. ChatGPT еще андай ойлаймын ғой, ертең вдруг бұлар әлемді жаулап алса, пожалуйста деп жазайын деп. ChatGPT, мынаны орысшаға, қазақшаға аударып берші, пожалуйста деп жазам ғой соңында. Ренжімесең, айыпқа бұйырмасаңыз. Серьезно. Нұрай, это все начинается с детства деген кесе. Саған битті ма? Кішкентай кезіңізде мұндай болды ма? Бүткіл таңдаудың бәрін мама или папа істейді. Иә? Барлық таңдау, не кием, не жеймін, ұнамай тұрса да мынау молодежный, стильный, осы аласың деп кигізіп жібереді. Иә, көбінесе сол. Ойбай, жаным. Жасы қаншада қазір? 18-де. 18-де? Все, давай, айтып жібер. Қандай көбінесе немелер енгізесің андай, запростар? То есть, даже рандомный любой нәрсе, например, магазинде тұрсам, бір нәрсені таңдай алмаймын, екі нәрсе тұрса да шы. Уш қасқа, мынау өші. Сенкі ушық кеткен ба уже? Иә, ушық. Так, енді қандай проблема сізде конкретно? Көмектесіп жатыр ғой сізге ChatGPT? То есть, көмектескенде, ең соңында айтады, типа, екі выборды қарастырсақ, сенің ойынша қалай деп менен сұрайды да, мен білмей қоймын. Сосын жазып отырмын ғой дейсің. ChatGPT сенен сұрайды, сенен типа оған айтасың, мен ойланғым келмейді ғой, сол үшін сенен сұрап тұрмын ғой. Ол таңдап бермейді четко маған. Аха. Сол ғой енді сен айтып тұрсың ғой, кішкентай кезімнен выбордың бәрі маған істейтін деп тұрсың ғой. Қазір енді 18-десің, құдай қаласа, кәмелет жасқа толдың. Енді қазір не істеп жатсың? Оқып жатырмын. Оқып жатсың ба? Оқуыңды да таңдап берді ма? Жоқ, өзім таңдадым. Не? Бірінші шақ басталды. Бірінші шақ? Ол кезде, ол оқу таңдаватқанда ChatGPT болмаған ғой просто. ChatGPT қандай оқуға түсейін, пожалуйста деп жазшы. Нешеге оқисың? Қандай сабақтар нешеге оқисың? Медицинада оқимын. Медицинада оқисың ба? Білейін, саған барып қаралуға болмайды ғой. Қай поликлиникаға кіресің, жазып жібер бізге, хорошо? Бір тоқшар андай операция жасайын деп жатыр, ChatGPT. Мынаның қай жерін кесу керек деп жатыр. Айтпай ма еще? Өзің қалай ойлайсың? В общем, ол тәуелділік, яғни сен ұлы мамандар секілді жаңағы. Анау жаңағы тәуелділік сенікі. Былай, сен кәмелет жасқа толдың. Енді жайлап уже өз таңдауыңды өзің жасай аласың. Уже заң түрінде. Міне бірінші оқуыңды өзің таңдадың ғой. Енді ары қарай жайлап таңдауды бастау керек. Мысалы, қазір таңдау жасашы, мына жерде тілеген краш па, мен крашпын ба? Өзің қалай ойлайсың? Айт. ChatGPT-ға жазуға ма? Бүгін телефон қолданылмайды. Айт давай.
қой жын. Не қадам жасалып жатыр, айт. Русланды таңдай сал, жүрегіне қатты тиіп қалмасын. Давайте, Руслан. Одолжениемен. Вот, керек па саған осындай краш болған мысалға? Ну, жарайды, ал Руслан ал. Жоқ, әңгіме крашшықта емес, әңгіме сіздің выбор жасауыңыздағы үйто тілеген айтып берді сізге, ой, бытшын шығарып тастадыңыз. Тілеген пяти. В общем, сенікі проблема емесе. Курсы, не обесценивай. Қойшы, қыртқан проблема ғой. Жоқ, қыртқан проблема емес. Қазірден бастап қолың ал, себебі ертең, мысалы, 20-дан асасың, 25-ке келесің, байқамай біреудің айтқанымен күйеуге шығып кетесің, бәрі сөйтіп кете береді да. Қазірден бастап, мынау не, бір туысы келеді. Қазірден бастап, нелерді, жауапкершілікті қолың ал, короче. Молодец, бірақ осы признавать еткеннің өзі уже 50% шешім. Саған үлкен рахмет. Рахмет үлкен. Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме, барлықтарыңызға кеш жарық. Кеш жарық. Менің проблемам кішкене біртүрлі көрінуі мүмкін, және кейбіреуі түсінбеуі де мүмкін. Оқытай. Бірақ та мен мысалы ата-анеммен бірге тұруға, және де Алматыда өстім өзім, өмір бақи Алматыда тұрғанмын, бірақ Алматыдан бөлек басқа қалаға да кетіп сол жақта бірге тұруға келісіп тұрған едім. Иә, бірақ та... Шайтан кіріп кеткен ғой басына. Жоқ. Келісіп тұрған едім, бірақ ата-анасы кіргізбей қойды дейді. Жоқ. Қарашы, кеттік. Келісіп тұрған, бірақ та жігіт өзінің сезіміне сенімді болмай тұр. Енді не істейміз? Вот. Жігіт өзінің сезіміне сенімсіз бол. Сенімсіз бол. Не деді оны сонда? қалай деп айтты саған? Кетейін деп тұрған кезде, ну, не знаю, деді ма? Не істеді? Жоқ, енді біз осы моменттардың барлығын ақылдасқан уақыттары мен келістім дегендей айттым да, бірақ та алайда оның қазіргі айтқан сөзі бойынша ол әлі сенімсіз өзінің сезіміне. Енді не жасаймыз? Қуат та бала да. Қанша болды? Мен бірге тұрасың ба? Жоқ, басқа біз жерге жүрмейміз. барайық, бәрін келісіп алады да. Тыңда. Қанша Жоқ, болды? біз жүрмейміз. Біз тек қана араласу, Селбесесің де. Селбесу бәле болды, ой. Селбесу кезінде бұның бәрі айтылған заттар. Сөйлесу барысында. Негізі біз өзімізді өте бұрыннан бері білетін адамдармыз, біз бірге жұмыс жасағанбыз, бірақ та осы уақытта осындай мәселе болып жатыр. Жоқ, ол коллега болу бір бөлек дүние. Басында ол өзінің сезімін айтты. Сезімін айтқан болатын. Сосын? Содан кейін мен бірақ та ол кезде қабылдай алған жоқпын. Енді қазір менде бір нәрсе пайда бола бастаған уақытта ол өзінің сезіміне сезімсіз болып тұр. Енді не істейміз? Жоқ, тоқтай тұр. Басында сен оның ат жыйла. Қазір ол сені ат жыйбайды. Причем тут мына жерде сен ата-анасымен тұруға келістің. Жоқ, біз сол мәселенің бәрін талқыладық қой. Жоқ, мына жерде кішкене дұрыс андай формулировка болып тұрған жоқ та, мен ата-анасымен келісіп тұрмын тұруға, бірақ жігіт өзіне сезіміне сенімсіз деген. Маған ұсыныс жасамай жатыр деген мағынада айтып тұрған. Ұсыныс жасамай жатыр. Ол ұсыныс жасамай жатып сұрап отыр ма? Тұрасың ба, есетші барасың ба деген. Немесе просто бүйтін ба, жігіттің жанына барында, есетші мен сен ата-анаңмен тұрды. Жоқ. Енді біз сонда үйлену мәселесін талқыладық, барлық жақты талқыладық. Үйленбестен бұрын енді. Сондықтан екеуміз... Сендер әлі сөйлеспегенсіңдер бір-бірімен, дұрыс. Қанша уақыт сөйлесіңдер? Ұзақ уақыт деген. Біз өте көп сөйлескенбіз. Біз енді 5 жылдай бір-бірімізді танимыз. Таныған бір бөлек. Соңғы 1 жылда солай бір сөйлесіп жүрміз. Бұл мына жерде мені таңғалдыратын бір зат. Бәрін келісіп алып, соңында адам бірінші сезімін айтады, сосын барып келіседі ғой. Мына бәрі келісіп алып, конечно, то, что сен келісіп тұрғаның, конечно, сейчас редкость, экзотика, конечно, рахмет, но деп тұрған. Вот, мен де соны түсінбеймін да, сол үшін сіздерге айтып тұрмын. Миыңды қатырып жүрді. Айтпай қойынша қарас деп қойып еді ма? Жоқ, мынау бір жағынан болып жатқан ситуация, именно сенің интересің үшін дұрыс болып жатқан ситуация. Менің ойымша жалпы. Бірінші жігіт потому что сезімін білдірмейді, бәрін бір айтатын условияны қойып алады да, ең соңында сезімін айтатын не жігіт ол біріншіден. Өз-өзіңе сыйың болу керек, өз-өзіңе деген махаббатың болу керек, болмайтын зат. Просто ана нәрсе айтқым келіп тұр.
Просто бар ғой, ол жігіт мүмкін саған ренжіп қалған шығар, сен бірінші рет оны отшивать етіп жүрген кезде. мен оны 3 рет отшивать еттім. Болды ғой, өзіңе обал жоқ қой конкретно. Ол басқа жігіт іздесей өзіңе. Ер кездегі 3 деген шығар ол жігітті. Просто видишь, көрдің ба, 3 рет отшивать еткен ғой. Одан кейін 4-ші рет өзі барғанда, жарайды, мен сенімен жүремін, даже тұрмысқа шығамын деген. Болды, рахмет. Ата-анаңмен де тұрамын мен сенің. Жоқ, рахмет деген шығар примерно. Мен тіпті ауылда тұруға келіскен. Ауылға тұруға келістің бе? Жоқ, қара, сен неге 3 рет отшивать еттің да 4-шісінде даже ата-анасымен тұруға дейін дайынсың. Типа, неге олай болды? Өйткені мен оның маған деген отношениясын қандай адам екенін сол кезде ғана түсіндім да. Не өтті сол 3 рет отшивать еткен аралығында қандай нәрсе болды, чтобы сен түсінетіндей? Отшивать етсе да... Көп болды, білмеймін. Қандай? Өте көптің біреуін болсын айтып берші. Әрдайым мені қолдап қорғап жүреді да. Оған дейін өткен жоқ, е? Жоқ, оған дейін де сондай болды, бірақ мен байқамағам ғой. Уқты, кинодағыдай болып отыр да ма кәдімгідей? Сен жасың 18-де ғой, где-то, е? Жоқ. Нешеде? 24-те. 24-те ма? Не дейміз енді? Просто мүмкін әлі қыз бала өзінің сезімдерін танып білмеген. Просто. Жоқ, не, енді танып біліп жатсың ғой, сен енді қадірін түсін, енді көріп жатқан кезде. Дұрыс айтасың. Так. В общем, саған сезімдерді әлі танып біліп алу керек, асықпа, кішкене қарап. Жоқ, мен өзім сезімді біліп тұрмын ғой, ол адам өзінікін білмей тұрса. Жоқ. Адам білмей тұрса болғанда, жоқ, сен адамның жүрегіне әмір жүргізе алмайсың. Егер ол жігіт саған жоқ, екеуміз бірге бола алмаймыз мен деп тұрса, сен ол жігітті не істесең де көндіре алмайсың ғой. Ата-анасымен бірге тұрамын десең де. Ауылға барам, ауыл деп тұр ғой. Или ол жігіт сенімен до конца сөйлесіп, бірақ и предложение жасамайды, и дальше сөйлескісі келе ма? Или олай да емес пе? Жоқ, сөйлескісі келеді. Сөйлескісі келеді, бірақ предложение жасамайды. Иә. Неге асықтырып тұрсың предложение жасауды ғой? Енді сол... Мүмкін кішкене танып... Мен өте ұзақ жүргім келмейді. Сен оның қолдайтынын, үйтіп бүйтетінін 3 рет отшивать еткеннен кейін білдің ғой. Может, ол да сөйтіп сені 3 рет отшивать еткеннен кейін түсінетін шығар. Сөйтіп екеуін қосатын шығарсыңдар. Неге сен 3 рет отшивать етуге құқығың бар да, оның 1 рет отшивать етуге құқығы жоқ екен. Вот ты хотела равноправие получить, пожалуйста. 3-тен боласың да, потом қосасыңдар. Ау? Равноправие не хотела. Да? Қаяқта ауылға кетен тұрса, қаяқта равноправие, нормально ғой. Негізі, ситуацияны сыртынан қарасаң, күшті кинодағыда романтичный ситуация болып жатыр. Ары қарай көрерсің, дұға ет. Үйге барда истихараны оқып түсінесің ғой конкретно. Кімді? Оны оқып, уже оны көріп қойғанмын түсімде. Кімді? Оны көріп қойдың ба? Иә, көріп қойдым. Нені? Нені қарадың дейсің? Есіл қара дейсің ба, не дейсің? Истихараны оқып, сол жігітті түсімде көріп қойғанмын. Все. Көп рахмет сіздерге. Сізге рахмет. Қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Мен жасым 20-да. Мендегі проблема, мен сөйлесіп жүрген жігіттің маған деген гиперзаботасы ұнамайды. Мысалы, мен ситуацияны толық түсіндіре кетейін. Гиперзабота ма саған қатты? Иә. Саған ұнамайды ол, иә? Иә. Оны ана қызға бере салшы, пожалуйста. Алсын да тез тұрмысқа шықсын. С удовольствием. Менде бір ситуация болды. Мен бір жерден қайтып жаттым, и ол маған үйге жеткенде жаз деп айтты. Бірақ мен уже телефон зарядкасы бітіп қалған. Ол мен үйге жетем дегенше 10-15 рет звондаған. И мен телефонды алғанда сонша звонокты көрдім, и ол мен үйім алдына келіп алған даже. Сенен бұрын жетіп алған ба еще? Жоқ, мен үйде болғам, телефон зарядкада болған, мен басқа жұмыстармен занят болдым. И ол уже келіп алған. И маған шық дейді. И мен қатты шыққым келмеді, өйткені ол менің жеке шекарама өтіп кеткен сияқты болды. Маған 2 рет, 3 рет звондады, жетеді ғой, одан кейін 15 рет звондаудың қажеті жоқ. Еще барлық соцсеттен жазып тастаған. Мен оған қатты ашуландым, реально мен жеке шекарамды бұзған сияқты болды. Бірақ мен оған түсіндірдім ертесіне. Осылай маған гиперзабота ұнамайды дегенде, ол маған айтты то, что значит, сені басқалар жақсы көрмейді, сол үшін саған мұндай забота көрсетпейді деп. Психолог типа өзі. Да. Еще маған айтады... Еще айтты ма, тілеген Русланмен араласам. Иә. И маған айтады, бұл гиперзабота емес, мен қазір гиперзаботаны көрсететін болсам, сол кезде типа жиіркенсең болады деді. Это еще цветочки деді ма? Да, солай айтты. И
андай да ситуация болды, то что біз көшеде келе жаттық, и мен бауым шешіліп кетті аяғымның. И мен өзім әкел мен байлап берейін деді, сосын маған реально бір түрлі көрінді, мен өзім байлай аламын, лучше мен сумкам ұстап тұр дедім. И ол андай сияқты дорама мен бір мелодрамаға той болған. Маған ондай гиперзабота ұнамайды. Мен контролировать еткен сияқты болды сол кезде. И ол маған айтты ғой, то что сен ешкім жақсы көрмейді, содан кейін сондай жасамайды деп. И мен қатты ойланып қалдым, то что мен реально сондай ма, или мен гиперзаботаны қабылдай алмаймын ба, или что-то во мне не так. Мына жерде қара, 15 рет саған звондады. Да. Неге сен жеке шекара дейсің да? Ол қамқорлыққа бүйтіп жатуы мүмкін ба? Мысалға сен қара, телефоның өшіп жатыр, звондайды алмайды, и ол мына қызға бірдеңе оқып қалмады, үй жағыңа келіп просто білуге келді мысалға. Ондай оймен ойламайсың ба? Жоқ, тура солай ойладым. Бірақ 5 рет звонда болды ғой, одан кейін өзім өшіп жатыр. Ну, обращаться етем ғой. Сен телефон қосқаннан кейін обращаться еткен жоқсың. Нет, ол просто 15 рет звондағанда мен ашуланып ответ бергім келмей қалды. И я думаю, то, что олай маған гиперзабота көрсететін уақыт болған жоқ, бірақ сөйлесіп жүргенде. Настолько. А если мысалға, допустим, андай бір параллельный вселенныйды алайық, бір ұрлықшылар, который именно сен секілді күшті қызды ойбай деп бүйтіп көргенде, иә? Бүйтіп, жақындайық, қарындас деп бүйтіп танысайық деп бүйтіп мазамдалып тұр. И сол кезде саған сол жігіт 15 рет звондаса қуанар ма едің? Не знаю. Ну, онда да ұнамайтын еді по-любому. Потому что... Звондамай тұра тұрсың мына жерде. 5-6 жігіт выбор болып 5 рет звондадың ғой, исінше қайтта звондайды. Мен сол... Сен потому что ешкім сені жақсы көрмейді, поэтому я кетші. А то, что сен бауынды байлап берейін деген лажа енді, конкретно. Мен өзім байлай аламын деп айттым. Сосын мен оған айттым, типа, мен кішкентай қыз емеспін, мені уайымдайтын. И ол маған ертесін айтады, блин, адамды уайымдатып шаршаттың ғой деп. Мен жұмыста отырып сен қалай уайымдадым деп. И мен айттым, маған одолжение қылма уайымдағаныңды деп. Короче, фантазер жігіт па? Олай... Саған андай бұзық жігіттер ұнайды, сен өзің андай звондамайды, сен, а че не звонишь деп сен звондайтын оған. Ол тұрады, да я на работе, детка. Да, солай. Сондай жігіттер ұнайды ма? Значит, во мне что-то не так, да? Жоқ, тұра тұр, есімің кім болады? Айтпай қойсам болады ма? Айтпай қойсам. Хорошо, қарындасым деп айтайын. Все, қарындас, сен мына жерде ең басында пожалуйста дегенге қарағанда ондай сезім жоқ, по идее. Нет, сезім жоқ, сен мына жерде просто жаңағы ситуацияны айтып сұрағың келіп тұр ғой, со мной что-то не так, или все нормально деп, да? Да. Енді артыңнан жүгіріп, мындай движуха істегенге қарағанда, шынымен де гиперзабота шығар. Очень тревожный тип привязанности адамдар болады, сондай өте тревожный. Тем более балдар болса, еще жас гормондар ұрып тұрған балдардан өте тяжко, да. Үйдің үлкені. И ол айтты, типа, менде синдром, типа, бірінші баланың синдромы бар деген сияқты. Басқаларға забота жасайды солай. Мен, значит, заботаны қабылдай алмаймын ба? Ну, мен былай ойладым, потому что менде үйімде 2 ағам бар, и папам бар, маған реально забота көрсетілген, да? И маған шектен тыс звондаған, мен жеке шекарамды бұзып, мені бір контролировать... звондайды, еще папам звондайды, еще мынау звондайды. Бесит это реально бар ғой. Контроль жасап жатқан сияқты ол сезіледі. И так-то мен 2 ағам мен папам звондаған сайын менде сондай тревожность болады. Блин, звондап қалды деген сияқты. И ол жігіт жақтан тоже болса, уже не могу. Хорошо, не ғой? Сен қыз бала өзінің шекарасын қойып, немесе сезімін айтып отқан кезде отрицать етіп қызды жынды қылып шығарады кейбіреулер. Да. Мен кезінде сондай болғам өзімді. Иә, ол дұрыс емес еді, по идее. И сен қазір сезімің болмаса, сен шығып кетіп отқаның дұрыс, и с тобой все хорошо. Спасибо. Просто менде реально солай түсіндірдім мен оған қолымнан келгенше, но ол маған реально қарсы не жасады. Қалай айтам? Реально менде не так. Просто айтып алу керек екен, лаказ. Реально менде что-то не так сияқты болды. Жоқ, бұл қыз просто ана қыздан кейін өзі выебываться етіп отыр просто. Маған сенен қарағанда көп внимание береді. Мен 1 ай дайындалдым бұған. Бұны айту үшін реально осы күттім. Ана жігіт звондап отқанда, мынаны арзан сыйлықтарды айтам. Мына жігіттің шекарадан өтіп жатыр, айтам. Дедің ба? Да. Жоқ, просто адамдарда вайп деген нәрсе болады, андай. Молодежный өзім тілмен айтайын, вайп деген нәрсе болады. Сен адамың болған кезде өзін түсінесің. Мүмкін ол адам саған келмейді да бір-біріңе, сол үшін де сондай жағдай болып отқан шығар. Жоқ, с тобой все хорошо. Сен нормальный адамсың, 1. 2. Чуть-чуть избегающийдің из шығып тұр. Избегающий, я қалай еді? Сен білетін избегающий привязанности. Біреу саған жағын ашып атса қашатын ше. Соны потом просто бір психологпен қарап аларсың. Есі дұрыс психологпен.
Рахмет. Пока мен андай прям жаман жағын көрген жоқпын жігіттің, но мен көрдім. вообще көрген жоқпын. Үйленбеген Сен оған түсіндіріп айттың ғой. Қолымнан келгенше до конца түсіндірдім, но Одан кейін 15 рет звондап жүрме әлі? жоқ, вообще звондамай қойды. Жоқ, Пошла ты деді ғой саған. жоқ, мен оған айттым, сен мені түсінбейді екенсің, екеуміз сай келмейміз деп едім. Қоя салды ма? Ну да. Да, нормально. Жақсы болған екен. С тобой все хорошо, молодец. Көп рахмет. Ол андай обязательно менімен бірдеңке не то деген сөз. Просто ол сенің адамың емес. Просто дальше өмірің жолында жүріп отырасың да, өзіңе қылығы бәрі ұнайтын жігітті кезіктіресің, нормально будет. Да. Рахмет, көп. Жоқ, там нужно екен. Рахмет саған. Саламатсыз ба? Кеш жарық, барлығына сәлем. Есіміңізді айтыңызшы, пожалуйста. Айтпай-ақ қойыңызшы. Есімдеріңізді айтпаңыздар, бірақ жесткий проблема айтыңызшы. Айта беріңіз. Менің проблемам сіздерге тікелей байланысты. Мен ұзақ ойландым, айтайын ба, айтпайын ба деп, иә. Біз ештеңе істеген жоқ. Адам итак, қобалжып отыр. Айтыңызшы, что там? Осы бағдарлама арзан психологтар ютубқа шыққалы бері екеуіңізді түсімде жиі көрем. Мен уже шаршап кеттім, честно говоря. Мен қазір үйге барғаннан кейін примерно тағы көрейін деп отырмын. Андай, сен түсінде көрдіңізсе, істеп жүрмін деп шығады ғой. Істеп жүріңіз. Кәдімгідей уже сериямен көрірсің ба? Не істеп жүрміз түсінде? Мен шоудан кейін бір кісіден таяқ жеймін, айта берейін ба? Айта беріңіз. Енді Руслан аға бұл сізге байланысты емес, в основном Тілеген ағаны көремін мен. Түсімде? Барлығы есімде емес, вот четко 3 түсім есімде вот. Чотам. Сразу айтам, сөйлесіп жүрген жігітім бар, ешқандай артық ой жоқ, бірақ Понятно, все. Сөйлесіп жүрген жігітін біле ма бұны? бұл ютубқа шыққаннан кейін білетін болар Я еді. екі жет деген айқайласарсыңдар расып кетіп, что там? Не істеп жүр? Бірінші түсімде біздер жүріп бастадық. О, Екінші түсімде Предложение сен үйінде тұрам деп айттым. Үшінші түсімде ол өз сезіміне непонятно. Жоқ, более драматично болды. Екіншісінде сахнаға шығарып, типа, предложение жасаңыз. Самое мясо было үшінші түсте. Это уже как сериал, да? Біз сізбен уже ерлі-зайыптымыз. И как оказалось, вы мне изменяете? Біздер уже потом ажырасып кеттік. сондай екен. Сосын сонымен? Сонымен ажырасып кеттік, короче, басыңыз бос енді. Сонымен ажырасып кеттік деймін, түсімде. Ойбай. Хорошо, күшті. Енді осыны қалай тоқтатсақ болады, психологтар? Болды ғой, ажырасып кетті, араласпаймыз ғой енді сізбен. Жоқ, енді ары қарай да көрсем не істеймін енді? Просто мен сіздің түсіңізде енді андай қымбат машинамен жаныңыздан өтуім мүмкін былай. Смотри, какие места деп па? Смотри, кого потеряла деп. Сен өзің изменять етіп кетіп қалдың ғой. Ең болмағанда үндемей өтіп кетсейші. Қарындасым, мына жерде айтатын зат, просто YouTube қарап отырған кезде съемка бар, анау-мынау бар, бір миыңе қандайды бір симпатия кіріп кетуі мүмкін да, именно мынаған. И сондай да, түсінде көріп бастадыңыз, бірақ өзіңіздің сознанияңыз бар, ішіңіздегі неңіз, табиғатыңыз, таза табиғатыңыз 3 түстен кейін тілегенді автоматически итеріп тастап тұр да. Соған қарағанда с вами все нормально. Рахмет, көп-көп. Жөмен. Ақбілі, үндемей бар ғой, әркім түсіне кіріп. Мен айтайын деген, мысалға сіз осы түстерді көрген кезде өзіңіздің жігітіңізге ештеңе айтпадыңыз ба? Типа, осындай түс, блин, не знаю почему. Жүріп отқан жоқсыз ба? Мен сіз сияқты изменять етпеймін ғой. Все, жарайды. Өзі мені түсінде көреді екен. Мен оны түсінде изменять етеді екен. Еще оны кейіп алады да маған осуждать етіп бетіме басады екен. Вообще ужасно еты. Не, ужасно емес, ол қыз бала, ол қыз балалардың несі ғой. Мен келіншегімді жілеп атады, таңертең не болды десем, ты меня изменил. Ты меня во сне дейді. Кешір деймін сосын. Кешір, жаным ол, кешір. Если что, тоже онда кешіріңіз. Жоғарыдан билет ал деді ма біреу?
проблемаң сол болып. бет көтеріп жүргенде алып кете аласыз ба еңкейіп? Есть такая возможность? Жоқ, рахат беріп жүреді ғой, если что. Ой, рахмет. Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Саламатсыз, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Мен де сізді түсінде көріп жүрмін ғой. Қорқатын болдық, Менің қазір ең басты проблема, мен слишком күштімін да. Күшті болсаң балконда отырасың ба? Өсеп отырғысы қойды, мен астына отырайын едім. Менің проблемам сол, слишком жақсы адаммын, соған қалай жаман болуға болады соны. Бұл нарциссизмге аталады. Жоқ, неге екенін айтайын. Мен слишком ақ көңілмен андай қолымда тұрған заттың бәрін сол сұраса бере салам да. И бәрінің көңіліне қарап сөйлеймін, бірақ олар маған сол обидный заттар істейді, сөйлейді. Соға жаман адам болайын деп едім. Сен күшті емессіз, значит. Неге? Не. Я соны айтам, ұялмай, неге деп қояды. Сіз чисто жұртқа күштісіз. Жоқ. Өзіңізге жаусыз. Майк Тайсон айтады. Атам қазақ. If you're friend to everybody, you're enemy to yourself дейді, короче. Можно на канадском. Кез келгенмен дос болған адам өзіне жау дейді да. Сіз көріп тұрсыз ба жаңағы барлығына жақсы боламын деп уже сізді лақабат етіп жатыр. Уже сіздің границаңызда кіріп шығып жүрсіз. Мен жақсы адаммын, мен сонда жақсымын деп жүрсіз. Сіз жақсы емессіз, өзіңізге жаусыз. Так что қазірден бастап жоқ деп айтуды үйреніңіз. Не істесем болады енді? Енді жасыңыз қаншада? Жасым 19-да. 19-да? Иә. Қазірден бастап жоқ дейсің. Мысалы, есіміңіз кім? Айтыңызшы. Дилназ. Дилназ? Иә. Бетші, сен қазір түсті ашы, микрофонмен әрі бері жүрші, асқа демалсын. Мен көмектесейін, нормально маған. Жоқ, енді шашып қалған шығар. Жаңа ғана басталды. Жоқ деп айту керек. Айтшы жоқ деп. Жоқ. Пожалуйста, жақсысың ғой, неге именно маған келге сөйтіп қаласың? Ақша берсеңіз істеймін. Төлемейміз саған. Молодец, ақша сұра, жоқ деп айтып үйрен. А то кейін қиын болады өмірде, шын айтам. Ақша, рахмет. Өзім өткен басынан. Саламатсыздар ма? Бізде, саламатсыздар. Мен проблемам, мен вообще ұйқыдан тұруым қиын, будильникке особенно. Вообще будильник естімеймін. И азанда тұра алмағандықтан мен бүкіл жерге кешіп келем. Даже азанда емес, в принципе, любой жерге кешіп келем, даже мына жаққа да кешіп келем негізі. Вот сол проблеманы қалай шешуге болады? Андай адамсыз ба, будильнигі сізден басқа үйдің бәрін оятатын? Иә. Негізі ондай емес етінмін. Бірақ осы жылы сондай болып кеттім почему-то. Все, хорошо. Осы жылы қашан басталды? Осы жылы сентябрь. Сентябрьден басталды. Ұйқышан келетін адам, ішінде тяжесть бар деген сөз да, реальностьтан қашатын адам көбінесе ұйықтайды. Реальностьтан қашқан кезде көбінесе жатып алып ұйықтай бересің, организм реальностьтан қашып кете береді. Неден қашып жүрсіз? Жоқ, мен даже реальностьтан қашпасам да, мысалға, там демалыста жатам да, реальностьтан қашпайсың да, демалыс қой, несін қашасың? И сол кезде жатып бір ұйықтап қалсам, уже бір 4-5 сағатқа кетіп қалам да, кәдімгідей. Соны өзі демалыс қой. Жоқ, енді по-любому бір пландар болады дегендей. Бірінші курста оқисың ба? Иә. Сен қай қаладан келдің? Тараз. Тараздан Алматыға келдің де, содан басталды сенде. Иә. Просто Алматы жақпайды ғой, Таразға қайту керек саған. Жоқ, жағып отыр. Таразға барсаң, резко тұрып оянасың ғой керек. Түнімен кеш жатасың ба? Кеш жатасың ғой, походу? Иногда. Иногда емес, походу, кеш жатасың ғой. Мойындаш? Иә. Таңғы 5-те жатамын, 8-де тұра алмаймын десе. Егер де реальностьтан қашпайтын болсаңыз, Алматы ұнайтын болса, түсіп жатқан оқуыңыз барлығы нормально болса, онда физикалық тұрғыдашы ұйқы, тамақ, гормональный фон деген бар. Соларды тексере алыңыз. Ұйқыны дұрыстаңыз, потому что түнімен жатып бүйтетін зат, мидағы бүткіл гормон дейін бытшын шығарады да, ертеңнен по-любому бүйтіп өліп жүресің, зомби болып, тұралым. Сізді еще кішкентай кезіңізде айқайлап оятпаған ғой ешкім? Жоқ, оятқан, әлде оятады сөйтіп. Бірақ просто Алматыда жоқ та ондай адам. Мен түсіндім. Мен онда түсіңе кіріп оятып тұрайын. Рахмет, қошеметтерін соқ қойыңыздар. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Проблема дегенде білмеймін. Не үшін қыздардың салмағына келгенде оларға айтсаң, давайте залға бар, еще түсіндіресің, жаным айналайын.
барсайшы деп көмектескім келеді да. Бірақ олар неге бірден тырысып қалады көтендер. Конечно, блядь. Жоқ. Айтқым келгені, әпке қарындастарымыз бар. Олар всегда депрессияға салмақтарына байланысты. Түсіндіресің, уайымдама, ешкім күлмейді ол жақта саған, наоборот, сен үшін қуанады олар деп ше. Кім қуанады олар? Жоқ, залдағы адамдар ол үшін күлмейді, олар ұялады, потому что комплекстайды салмағына байланысты. Бірақ неге оларға да совет берсең, осындай бар десең, олар бірден ренжиді. Енді сен томпақ деп тұрсың ғой, сен жаным айналайын деп айтқанның өзінде сен олардың көзінше жирная деп тұрсың. Кімге соншама көтің терлеп жүр? Қай қыз? Әлде сен просто томпақ қыз көрсең, жаным айналайын деп шығасың ба? Бұл залға барсайшы. Біреуді әлде бір қызды ұнатып жақсы тұрсың ба? көрмейсің, бірақ өзінің бывшайым айтқан болатын. Артынан Басын түсінбей қалдым, қайта айтшы. Салмағына байланысты. Біреу жас көрмейсің ғой жалпы. Бірақ мен бывшайыма түсіндірген болатын. Давайте барсай деген сияқты. Кішкене түсіндірме, ұзақ прям. Қалай ұзақ? Вот мен сен бывшайыммын, давай. Сен маған түсіндірші, қалай айттың мысалға? Жан айналайын. Не только тренажерный зал, басқа көп қыздар баратын, йога бар, басқа бар. Если мен постоянно бара берсем, менде по-любому результат болады. И кейін екеумізде кішкене комплекс болады деген сияқты. Сөйтіп түсіндірем, бірақ оның өзінде сен вообще обидно түсіндіріп жатсың, по идее. Ішінде жалғыз жаным айналайын деген сөзден басқасының бәрі бар ғой. Жоқ, видео айтқаныңызға түсіндірттім. Еще видео айтып тұр. Мен ертең качать етіп бастаймын дейді да, саған қарамай кетемін, ана түсіндіріп тұрсың сен. Жоқ, өткенде алдыңғы пережатта көрген болатын. Ау, этажда? Алдыңғы, осы выпуста ғой. Айтады, давайте бірге істейік. Сен істесең мен қалып кетемін ғой, бірге істеген жақсы ғой деп түсіндіреді да, бірақ түсіндірсе қыздар тырысып қалады. Оны қалай шешуге болады? Тогда неге жасамайды? Тогда неге жасамайды? Жоқ, қыздар аңғара, ойбай. Жалпы түсінген бойынша бұның шешім жоқ сияқты, мне кажется. Жоқ, сен бар, үйтсеш, жаным айналайын деп айтпайсың, сен наоборот, ішіндегі самооценкасын наоборот көтеру керексің да, қызынышы. Сен томпақ болып кеттің, жүрш деген орнына, сен сонда әдемісің, сен мұндайсың, сен андайсың, мұндай киінбейсің, вообще мощный болады ең деп андайша, потихоньку. И то тоже айтудың қажеті жоқ, өздері түсінеді, по идее, махаббатқа. Махаббатпен гармонияны саған істеп беру керек қой, дальше өздері қалып кетеді ғой қыздар. Окей, рахмет. Саламатсыздар ма? Менің есімім Бота. Ботаға дуғыл шапалақ, алысына айтып. Рахмет. Мен негізінде бір темамен біраз нәрсе айтқым келіп тұр да. Менде негізгі проблема отношения. И мен жігіттермен ұзақ араласа алмаймын, танысқан. Потому что менде көп жағдайда мынандай болады. Мысалы, мен өзім ұнатып араласқан болуы мүмкін, да? Ол әдемі болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. И араласып бастап жатқан кезде просто бір нәрсе ұнамай қалса болды, уже бүкіл нәрсе өшіп кетеді менде. Мысалы, күлкісі ұнамай қалуы мүмкін. Күлкісін ба? Ұсынсыз күлуі мүмкін, да? Мысалы дейсің, иә. Иә, мысалы деп жатырмын, да? И бір қалай айтсам болады, сондай бір нәрсесіне қарап просто ұнатпай қала салам болды. И сөйлескім келмей қалады. Аннулируешь все. Одан бөлек мен адамдардан, яғни араласатын адамдардан сол подарка қабылдай алмаймын. Сразу мысалы гүлдің өзіне андай не қылып жатса, жоқ керек емес деген сияқты болып қалады да. Давай саған сирен ұнайтын шығар, может сирен алып берейін деген. Андай алып берейін демейді енді, мысалы намектайды ғой енді. Маған неге сирен ұнамайды деген сияқты андай. Үндемей ала алмаймын, короче, барлығына тек отказ беремін да. И одан кейін ол енді конечно ештеңе бермейді. И сол ештеңе бермеген үшін ұнамай қалады саған. Жоқ, ештеңе бермейді да, сосын ештеңе бермейді, онда не үшін керек маған деймін да. Соны түсінбей қалдым. Машина дейсің ба, не дейсің? Жоқ, маған ештеңе бермейді, не керек? Мен солай отказ бере бергеннен кейін маған ештеңе бермейді. И одан кейін маған ол тоже ұнамай қалады да. Не үшін араласып жүрмін онда деймін да, араласпай қоямын. И бұл бір рет емес, бұл өте көп болған. Мысалға, просто енді араласатқаннан кейін басында енді жігіт өзін жақсы көрсеткісі келіп, гүл бергісі келіп, мынандай нәрсе жасайды ғой. Или мысалы ақша салып жүрсе де ой керек емес еді ғой деп андай обратно салып жүрген кездерім де болған. Сен өзіңді анау-мынау заттарға, короче, недостойный санайсың. Ол или екінші вариант, біреу саған бір зат берсе, сен оған қайтару керек. Иә, вот негізі сондай сияқты өзімді андай. Соған міндетті санап қалатын сияқтымын да. Міндетті санап қалатын сияқтысың. Иә, бірақ не ештеңе істемей, по-любому ше, просто сол чувство ішінде қалып кетеді. Андай, ол адаммен араласпай кетемін ғой енді ше. Содан кейін осындай ақша құртты ғой деген сияқты, андай өзімді кінәлі сезініп қаламын ше. Так Каспийне салып жіберші. Ақшам жоқ ондай
жоқ неге саған жарайды ол ладно түсіндік сен бір жігітпен сөйлесіп жүресің да басында ұнайды одан бірдеңесі ұнамай қалады и сөйлеспей қоясың. Мүлдем сөйлеспей қоямын деп айта алмаймын. Просто андай, мысалы, ұнатып тұрасың ғой, и мысалға қалай айтсам болады, жаңа негізі шынымды айтайын, соңғы не осы күлкі болды. Прям андай түріне қатысты емес. Шынымен. Осылай күлемін отыр. Андай бір ұсқынсыз да күліп, мысалы, бір прикол айтып сен күлесің, ол күліп жатса уже андай күлкің басылып қалатын күлкі ғой. Күле алмайсың. Дальше. Мен де келіншегім. Нәрсеге мен кемшілік деп санағым келмейді да, енді идеальный адам жоқ қой деп өзім ойлаймын да. Бірақ по-любому бір нәрсе ұнамай қалады, может шашы ұнамай тұрған болуы мүмкін деген сияқты, білмеймін бір. Просто так солай өзім или андай кіріз деп тауып аламын ба, білмеймін. Мен де келіншегім мені бүйтіп вау деп жүріп даусымды естіген кезде фу бля деген ғой, короче. Бірақ молодец, сонда да уже мен до конца барды. Енді қара, сенде правильно ли я вас понимаю деп психологтар айтады. Мұндай да, типа отношениеден сізде өте қатты үлкен қорқыныш бар да, и уже подсознательно уже отношение өскен сайын бір любой бір ілінетін зат іздеп тұрады да қашып кетуге бүйтіп. Потому что сізде в основном отношениеден қорқыныш бар. Правильно я вас понимаю? Негізінде андай уже сөйлесіп жүресің ғой, мен үйлену туралы әңгіме айтып жатса, енді осындай негізі ниетім бар деп айтады ғой, енді сол кезде уже андай болып бастайды, болашаққа секіріп кетемін да, ертең бұл адаммен өмір сүріп жатсам, мынандай болып жатса, мынандай жерде бай маған айтса, мен көтере алмаймын ғой, анау-мынау деген сияқты нәрсені негативный жағына. Тревожный адамсың да, короче. Не, сол тоже проблемам, өте қатты уайымшыл адаммын, болатынға да, болмайтынға да. Просто алдымда скорый кетіп баратса, мен үйіме кетіп барады деп ойлаймын ше. Настолько ма? Прям. Ананың ішінде жатқан мен деп, Жоқ, шынымен сондай уайымшыл адам, прям қатты білмеймін неге екенін ше. Просто бүйтіп жеңіл қабылдай алмаймын. Мысалы, қазір Шымкенттен Алматыға таксимен келдім да, и бір авария болып қалатын сияқты немен келем, чувствомен келем. Кәдімгі машинадан түспейінше. Ол чувство нормальный чувство. Құдай сақтасын деп бүйтіп отырасың. Сізде еще бүйтіп ішіңіздегі жайып салатын адам жоқ та, что-то. Неге? Бар, айтам, барлығын. Үйде саған қандай дүниелер айтылады тұрмысқа шығу жағынан мысалға? Сен қазір жасың нешеде? 22-де. 22-де қай уақыт, вообще үйдегі отбасы туралы әңгіме қалай сенде жүріп отыр? Шынымды айтсам, үйдегілермен қатты араласпаймын. Үйдің үлкенмін да. И тоже осы Алматыда оқыдым. Сол кезде үйдегілер звондаса, как будто үйде бірдеңе болып қалды. Не үшін үйдегілер звондаватыр екен деген андай. Алғанша сөйлегенше, болды жағдай. Сенде бір үнемі бір фоновый тревожность бар, қатты, ондай ештеңе жоқ, болмаған, бірақ өзім ол нәрсемен күресе алмаймын. Просто так болды, қабылда деймін да. Бірақ бәрібір қайтадан мысалға мамам, папа бөлек звондап қалса да, үйге ұрысып қалдым екен, или мынандай болып қалдым екен, үйдегі бауырларыма бірдеңе болып қалдым екен, уже алмай сөйлеспей, просто жағдайыңды білейін деп едік, демейінше мен ішімде андай не тұрады, жүрегім қатты соғып ше. Прям сондай андай уайымшылдығым потолок болып кетті ше. Ол нәрсе еще өзіме ұнамайды. Болды, жарайды. Все, енді. Арамызда нормальный психологтар бар ма? Жоқ, бірінші шапалақтақ бөліскен екен, рахмет. Сіз психологсыз ба? Айтсаңыз бола ма? Жоқ, психологты. Сертификат бар ма? Айт, жоқ па? Совет дейді. Айта сал. Сіздің анағыздың проблемасына похрен, вообще? Да, қараңыз. Менікі одан да маңызды деп отқан шығар іштей. Уже ұнамай қалды ма? Тап. Бота, сіз намазда жүргенізге қанша болды? Біраз болды деп айта алмаймын. Хорошо. Біраз болды қанша примерно? Негізі жарты жыл, 1 жыл. Жоқ, 2 жылдың ар жақ бер жағы, Шүкір, молодец. Енді сол туралы тоже айта салайыншы, пожалуйста. Айт. Мен ол нәрсені білем да, жаңағы қабылдау керек нәрселерді, ол дұғаларды, мен мысалы подкасттар тыңдаймын, уағыз тыңдаймын, осындай деп мен түсінемін ол нәрсені, жіберем да, и уже келесі күні ол қайтадан басталады. Мен ол нәрсені мысалы күнделікті көріп отқанның өзіне жалғасын ғой, қабылдап боламын, жетесі ұмытып кетемін. Қайтадан сол жаңа уайымшылдық, адамдарға деген кішкене былай не қарау деген сияқты солай пайда болып кетеді. Мына өмір жалған ғой. Еще жан-жағыңдағы адамның бәрін ответственностьті мойныңа артып алып қорқып жүру деген жаратқанға довериенің жоқтығы ғой. Соны айтып отырмын, мен соны білем, түсінем, бірақ өмірімде қолданбаймын. Бүйтсейші, сен нормально ұйықтайсың ба түнде? Подушкасы сразу көтіңді ашып тастады. Ойбай. Қайттан айтатымша, ұйқы, тамақ, гормональный фон негізі мына нені тревоганы түсіреді по идее. Потому что мен де кейде түніме ұйықтамай қалсам, күн ұзаққа тревога да менде. И онда ұйқыңмен, тамағымен қарап не істеймін онда.
өз-өзіңе не істе. Хорошо? жарайды. Ал отношение келген кезде не істесем болады? Отношение келген кезде ма? Мен жаңағыдай просто так бүйтіп Просто танысасың ғой. Андай. Анекдот айт бірінші. жоқ анандай деп күліп жатса, о дейсің да. жоқ андай саған короче богатый смех керек қой иә. жоқ, ол күлкіден бөлек. Мен оның түсіне де қараймын ше. Мысалға түсі ұнамай тұрса, уже деп қаламын да. Нормальный түспен тапсақ тілі былай қозғалатын кеңірдегі өңеш. Сен короче төмен түсе бересің ғой ақырын. Адамнан бір мін іздеймін деп тұр ғой постоянно. Адамнан постоянно мін іздеймін деп тұр ғой. Я оны еще мен әдейі істемеймін. Андай түсінемін, идеальный адам жоқ деп өзіме андай не қыламын да. Мен идеальный емеспін. Но бірақ андай бәрібір бүйтіп деп қаламын да. Короче, сен отношениеге дайын емессің, сондықтан сен денең вообще подсознаниең бәрі қашады да уже. Мін іздеп тұрады қашып кетуге. Өз-өзіңе сен 22-десің, саған ты ни к чему не обязана сейчас. Расслабься. Өз басыңа көп жауапкершілікті алып алғансың. Мына слишком көп жауапкершілікке да, семейный жизньға да жазсың әлі. Өз-өзің танып ал, асықпа. Рахмет саған. Ой, рахмет. Если что, нормальный психологқа барсың. Я нормальный психолог кірші. Ақшам жоқ? Ақшам жоқ, еще таңдайсың, иә? Да. Мына жақта міне, пожалуйста. Мен проблема просто фигня деп айтады, естігім келіп тұр. Қайырлы кеш. Мен жаңағы қыздан кешірім сұраймын. Мен просто отвлекаться етіп кеттім да телефонға. Сосын сіз айттыңыз ғой, қол шапалақтайық деген кезде мен бітті деп ойлап қалдым. Ол сіздің проблемаңызды мен түкке тұрғысыз деп айтып тұрған жоқпын. Жалпы мен қазіргі айтатын проблемам менің жасым... Кетпендер тек. Түшкірді бір өтіргі жағай. Түшкіргі ұнамайды, жүрмейсің, иә? Мен емес ғой кінәлі, жігіттер секілді түшкірген. Все, кет. Есіміңіз? Менің есімім Ақерке, жасым 20-да. Мендегі қазіргі айтатын проблема ол үйінің жаңағы отбасындағы жалғыз немесе үлкен балаларына қатысты, жалпы барлық жаңағы үлкен балаларына ортақ проблема деп ойлаймын. Мен үйімнің үлкенімін, және менен кейін інім мен сестренкам бар. Үйімнің үлкені болғаннан кейін мен кішкентай кезімнен бастап 15 жасымнан бастап жұмыс жасап, өзімді өзім қамтамасыз етіп үйреніп қалғанмын да. Бір жағынан қазіргі таңда мен 2 жерде жұмыс жасаймын, бірақ та өзімнің ақшамды өзіме емес, керісінше ата-анама жұмсаймын да. Мен осы уақытқа дейін 1-2 шетел аралайтындай ақша кетіп қалды, сол кісілерге беретін. Мен бұл жерде ата-анамды кінәламаймын, бұл жерде біз менің мама-папамен ешқандай ақша сұрап, ақша бер деп өйтіп қыспақтамайды, жай ғана менің өзімде андай синдром болады ғой, спасателя, сондай да. Мен олар ештеңе сұрамаса да, мен айлығым, зарплатам түсе ма, мен сразу 50%-ін сразу аударып тастаймын, керектеріңе жаратыңдар деген сияқты. Олар сұрамаса да. Ал бірақ кеше ойландым, неге мен өзіме жұмсамаймын, негізі аламын өзіме хотелкаларымды, но бірақ та неге мен шетелге шықпаймын, неге мен жасым 20-да уже, скоро универ бітіремін, 4-ші курс, и неге мен үйге жинамаймын деген сияқты ой келді. Бірақ мен енді жинап бастайын десем, даже депозитімдағы ақшаның соңына тиынына дейін мен мама-папаларыма шешіп бере аламын да. Менде сондай проблема. И ол бірінші ата-анамен, екіншісі менде осыдан 2 жыл бұрын бір отношение болды. Тұрады өзі. Мына жаңағы историяға қатысы бар ма? Бәрін айтып алайын, тұра тұрыңдар. Жаңағы проблемаға қатысы бар ма оның? Иә. 2 жыл бұрын отношение болды. Өзімнен 1 жас үлкен жігітпен сөйлестім. Мен сол жігітке мамасы сияқты қарап, тіпті 1 миллиондай ақша құртып тастады. Құртып тастадың? Құртып тастағанда ол қарызға алды, бірақ онан кейін, как обычно, сливаться етіп кетті, но бірақ та ақшамды юристтар арқылы қайтарып алдым. Молодец. Ендігі... Сенің де ерің шошайып кетті ғой мен. Оңай емес е, мынауың мощный, юристтер арқылы қайтарып алу деген. Кредит қалып беріп бердің ол ақшаны? Жоқ, 300 мыңы кредит. Қалған 600 мыңы өзіңдікі? Мен өзім жинап жүргенім, шетелге шығамын деп. Оны қалай юристтер арқылы қайтарып алдың? Менде барлық историяда, Каспида тұр ғой, переписка барлығы. Перевод бәрін, скринда отырдың, Сосын мен оны былай жасадым, ол бала, құлақтарыңызға алтын сырға, қыздар сөйлесіп жүрген кезде ата-анасының туысқандарының номерін алып алдым да. Ол бала білмейді, телефоннан өзіме скриндап жіберіп алдым. Сонан кейін ол бала маған мені жүріп жүрген кезде уже сезіп бастадым, ол скоро біз айырылысатын сияқтымыз деген сияқты. Ал айырылысып кетсек, ол қарыз маған қайтармай кетеді ғой. Сол үшін де мен телефоннан жай ғана өзінің мамасының бүкіл туысқандарының номерін өзіме жіберіп
жіберіп алдым да. Сосын ол әрине біз ажырасып кеткеннен кейін ол бала жоқ болып кетті. Содан кейін мен барлық туысқандарына звондаймын деп қорқыттым, бірақ соңында ешкімге звондаған жоқпын. Мамасына ғана айттым да, перепискаларды жібердім. Мамасына осындай жаңағы нотариустан хат жібердім, осындай балаңыз маған қарыз деген сияқты. Сосын мамасы қорқып кетті да. Сосын балама ештеңе жазбай ақ қой деп мамасы кредит алып, сол ақшаның бәрін қайтарды. Сен ол ақшаны бәрін нотариально заверить етіп бердің бе ақшаны? Или нотариусқа барған кезде? Жоқ, жай ғана заявление жазып қорқыттым мамасын. Қорқыттым емес. Қорқыттың ғой, айтсыншы нормально. Баласы қайтармайтын болғаннан кейін мамасы қайтарып берді. Мамасын жай ғана ескертіп, мамасын қорқыттым, мамасы... Аха, өте жақсы. Так, енді... Сол ақшаны алып алдың да, мамаңа беріп жүрдің бе өзіңнің? Ендігі мендегі проблема сонда емес, спасательмін. Әр кезде кез келген адамды көрсем, көмектескім келіп тұрады. Содан құтыла алмай жүрмін қазір. Жаңағы жігітпен жүргендегі оқиға саған сабақ болған жоқ? Сабақ болды. Онан кейін мен ешкімге, жігіттерге әсіресе ешқандай ақша бермеймін, бірақ енді... Жігіттерге ақша бермеңдер. Ал ата-ана ол бөлек қой. Ал мен менде қазір мынандай чувство, егер мен қазір мама-папама көмектеспесем, мен, может, үлгермей қалам ба деген сияқты. Неменеге үлгермей қалады? Жоқ, мама-папам жас әрине, жасар 45-50-де, бірақ та... Жас қой әлі. Қазірден бастап дәлелдегім келеді өзімді. Неге дәлелдегің келеді? Сен еще олардан не күтесің да, андай одобрение күтесің ба еще? Жоқ, мама-папам мені өйтіп қыспақтамайды, просто мен оларға... Қыспақтамайды, сен өзің просто одобрение күтесің да, андай. Ол жақсы нәрсе, сенен одобрение алу деген, бірақ сен ай сайын жібере бересің. Мысалға мен саған, например, айтайын, бір жігітің бар, который жүрген, күн сайын саған гүл берсе, сен мен жігітім гүл беріп жүр деп күнде сторис салмайсың ғой, дұрыс па? Неге салмаймын, салам? Салмайсың. Мен білемін ғой дейсіз. Поэтому күнде ақша беріп жүргенде уже құнсыздан кетеді, күнде ақша салып жүрген, ай сайын салып жүрген. Саған ол ақшаны жинап, сен шетелге апарып берсең, ой, біздің қызымыз бізді шетелге апарып келді. Там үйге керек нәрсе алып берсең, ой, біздің қызымыз мына нәрсе алып берді деген секілді. Сен гештальттан солай жауап аласың. Мен мысалға өзім үйдегілеріме тоже ақша бермеймін. Андай сұраса ғана, блин, андайдан керек болып тұрады, барма десе, не үшін сұрап аламын бәрін, не үшін, неге осыншама бәрін сұрап алып барып жіберемін мысалға, Ал егер үйді жасадық, мысалы, терезесі салып бердім, бүкіл үйдің ремонттарын анамнан жасап бердім, шай ішіп отырды, қонақ келсе, мына терезені ана кім салып берді, батареяны салып берді, ана санузелді істеп берді деген секілді мақтанып айтып отыра алады да. Көзге көрінеді, потому что ол нәрсе. А сенің жіберіп отырған бір 40-50 мың ба, 100 мың ба, ол көзге көрінбейді қанша ақша. Ой, нормально ақша, көп тұрған. Поэтому... Тем более сен қызсың ғой, ешқандай сенің басыңа қоғамда ешкімді ондай жауапкершілік артып отқан жоқ, сұрап отқан жоқ. Өзіңнен өзің, наоборот, сенің бақытты болғаның оларға мәртебе. Сен лучше ақшаңды жинап алып Европадан сурет жіберсең, олар мына сен алған ақшадан гөрі соны мынаны қара біздің қыз. О, молодец, Алақаның күшті екен. Парижде жүр. Парижде жүр деп мәз болады. Лучше сондай жетістікпен қуант, лучше ақшамен емес. Себебі ақшамен қуантсаң, бір балансты бұзасың, короче. Ұзақ әңгіме, бірақ әке-шешеге ақша лақтыру балансты бұзады. Сен лучше жетістікпен қуант оларды. Сен ол ақшаны жібермесең, может сен одан да 2 есе 3 есе көп ақша тауып кетуі мүмкін да. Әбден мүмкін. Әбден мүмкін. Үлкен рахмет саған. Сізге рахмет. Басқа проблема пайда болуы мүмкін. Неге бізге ақша жібермей кетті? Деп ертең. Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, қайырлы кеш. В общем, менің бывшим удаман болған. Бывший болғанына шүкір. Бывший енді ғана болды ғой сол. Короче. В общем, қарызға тығып кетіп қалды ма? Жоқ, ондай жоқ. Мен тоже басым істейді, ана қыз секілді. Қыздан бас істейді, негізі, молодцы. Менің бывшим удаман болған. И біз недавно айырылыстық, бірақ менде как будто әлі чувстволар бар. Біз ол кісімен 3 жыл бойы встречаться еткенбіз. Вот. И мен не істерімді білмеймін. Ол қазір еще армияда. Англияда? Армияда. Неге күле бересің? Уже истеричный андай сенде. Менде уже нервный тик. Жоқ, айтып отқан кезде защитная реакцияң ғой. Ой, айтып отқанда защитная реакция, онда тұрғанда жоқ. Содан қазір армияда енді, сен енді үміт бар да, армиядан может адам болып келер. Сен ойлайсың ба? Білмеймін. Білмеймін дем. Маған жазады еще армиядан. Не істеп жатырсың? Еще ай сайын жігітің бар ма деп. Мен айтам, жоқ деп. Сол жүрміз, білмеймін істейтін омен. Не жоқ деп айта алмаймын, не иә деп айта алмаймын. Не істеуге болады?
менің өмірде көрген көп жағдайлар анау мынау лудоманиядан жазылушы бірақ қатты бір рехаб или бір затта өтпесе оңай емес. Лудоманмен бірге болу бұл өмірдегі кәдімгі жаза по идее. Сол жазадан либо лучше қашып кеткенің дұрыс. Ал егер де сен сол лудоманиясымен бәрібір маған бәрібір деп спасательный сол жүрсең, обратно таяғын жейсің, короче, өмірден. Ты вообще ол нәрсені сен обсуждать етпеу керексің. Сен білдің ба, болды, короче, сөйлеспесен, ладно, там 2-3 балаң бар ортада, 10-20 жыл бірге тұрып атқан адамың болса, это другое дело. Сен әлі ол адаммен ешкімге сен байланыстырмайды. Неге сен таңдау қойып отырсың? Вообще таңдау қойма, ты че? Вообще пуасың ба кішкене? Надо ценить для себя. Саламатсыз ба, қалыңыз қалай, жағдайыңыз қалай? Саламатсыз ба, есім Эльмира болады. Эльмира, сен. Мен деген жаңа бір қыз айтып кетті, Дильнас тоже балконда отырған. Жұртқа деген жақсы болып көрінем деп, өзімді жертва қылып, депрессияға кіріп кеттім. Ата-анамды ренжітпейін деп, ата-анамның қасында болайын деп Ақтауға көшіп кеттім. Ақтаудың қызымын жалпы. Ақтау! Сөйтіп Ақтауға көшіп кеттім, Ақтауда жұмыс жасадым, ойладым сол жақта күйеуге шығып, орналасам деп та, жасым 26-да. Сөйтіп жүрдім да, и жайлап түсініп келе жатырмын, что мен уже ұйқыдан тұрғым келмейді, жұмысқа барғым келмейді, тамақ жегім келмейді, уже өмірге деген вообще вкус. Басын жумайсың уже бір күнде? Басым жуам, амал жоқ. Жуасың ба? Потому что мен косметика сферасында жұмыс жасадым да, сондықтан. Былай амал жоқ, заставлять етем өзімді, былай айтқанда. Сөйтіп жүрдім да, сосын психологқа бардым. Психолог таптым, психологпен ойладым, ішімдегі обидамды шығарам деп та барлық адамдарды айттым, барлық... Сөйтсең ақшаны шығарып қайт келдің ба? Жоқ. Маған хуже и хуже становилось. Мен жақсы болмадым. Ішімдегі обидам кетті, ата-анамды қабылдадым, бәрі жақсы. Бірақ ішкі дүнием жақсы болған жоқ та. Түңіліп кеттім қатты. Хорошо. Сөйтіп өзім қабылдадым, Алматыға көшем деп. Алматыға осы жақында қайтадан келдім. Қашан келдің? Апрельдің басында. Кешеге жақында келдің? Жақында келдім. Және де... Бір секунд. Сен Ақтауға көшіп бардың, иә? Иә. Қай қаладан? Жоқ, мен негізі өзім Ақтаудыкімін. Ақтаудан бөлек. Сосын 17 жасымда мен Алматыға оқуға келдім да, мына жақта қалып қойдым. Даже вообще Ақтауға былай Новый годта да, Наурызда да бармай кеттім. Алматы маған өзіме ұнайды. Бірақ әке-шешем енді қарт болғандықтан мен үйдің 7-ші қызымын. Сондықтан... Ол болсын емес па атың? Жоқ. Ол болсын! Короче, 5 апам бар. Ағам бар. Сол 5-ші апамның аты ол болсын. Сосын ағам бар, и мен бармын. Вот. Және де тағы бір проблема, менің алдымдағы 6 адам, жаңағы үйдегі адамдар жұмыс жасамайды. Ешқайсысы. Жұмыс жасамай. Не істеватсың сен? Сол ертең вахтадан бір предложение күтіп жүрмін деймін Ақтауыз кеш. Иә, сондай. Пока жүре тұрам, вахтада ағашкілер айтып қойды, вахта сен кезге кірейін деп жүрміз скоро дейді. Дәл солай. Және де тағы бір проблема, мен не үшін әке-шешемнің қасында болғым келді, жақсы болып көргім келді, потому что мен қателесе алмаймын, себебі мен үйдің кішкентайымын, и маған әке-шешем қатты үміт артады да. Что мен апаларымның, ағамның жаңағы несін, ошибкасын жасамауым керек та. Мен өзіме қатты ответственность алғанмын ғой. Сөйтіп енді психолог диагноз қоя алмайды ғой. Сөйтіп маған айтты, мне кажется, сенде депрессия деді. Иә, тоже әдейім тауып олды олды. Иә. Ол бірақ сразу тапқан жоқ, ол ойлады бірінші тревожность деп менде. Потому что мен өте қатты тревожный, мен вообще ұйықтамай кеттім. Давай былай істейік, короче, хикая болып кетті да? Давай қысқартып кішкене. Жоқ, әдейім айтып жатыр. Айтып жоқ, көп адамда проблема деп ойлаймын. Потому что үйдің кішкентайларында проблемасын айтып жатырмын, жұртқа күшті көрінемін деп те проблемаларын айтып жатырмын. Менде қазір проблема, мен қазір антидепрессант ішіп жүрмін. Антидепрессант ішесің ғой. Содан екен ғой баяу сөйлеп отқан, иә? Иә. Мен өте спокойный, сондай болып кеттім, тревожность жоқ, депрессия жоқ, бәрі жақсы. Болды ғой онда. Жоқ, проблема бір, мен жұмыс жасағым келіп тұрған жоқ қазір. Ой, ешкім жұмыс істегісі келмейді? Жоқ, проблема мен қатты жұмыс жасап қойғанмын ғой, и мен қазір... Ақшаң бар ма қазір?
Ақшам бар, иә. Все, жатсы еш пока, демалыс еш. Антидепрессант іш, Алматыда как раз вот көктем келіп жатыр, әрі-бері жүр. Сен ешкімге должен емессің. Особенно ана 6 бауырыңның косягын сен мойныңа алу. Тупость. Ну да. Болмайды. Глупость. 6 бауырың үші бәрі Ақтауда жатыр екен, мә теңгезден сен яқта бөтшіт ол тупость алып тастап барлығын. Наоборот, ең кенжесі, үйдің ең кенжесі вообще жіберетін адам, вообще өз өмірін сүріп, рахаттанып, махаббатқа бөленіп жүретін адам. Иә, әкешем солай айтты ғой. Анау жігіт бар ғой, жігіт, который сенің алдындағы ағаң, соның жауапкершілігі ғой, өзі бірдеңе қылады. Иә, ода жауапкершілік жоқ болған соң мен алып алғаным ғой. Сен қазір ақшаң болса, антидепрессант ішіп алда, деп Алматыда гулять етіп жүрсеш. Жүрім енді, пока. Все, рахмет. Молодец. Айтқаныңызға рахмет. Рахмет тыңдағаныңызға. Саламатсыз ба? Саламатсыз, есіміңіз кім болады? Саламатсыз ба? Әдемі. А? Әдемі. Әдемі? Мә, не деген әдемі есім? Менде проблема, такси отырғанда таксистермен сөйлесіп кете береміз. Сөйлескім келмейді бірақ. Таксиге отырғанда таксимен сөйлесіп кетесіз ба? Андай бүкіл проблемаларды айтады, мен тыңдаймын, оларға сосын жауап беремін. Андай болады ғой, кешенің өзінде отырым, кешке шықтым, андай такси единственный андай бос отыратын, тикток қарайтын жер ғой. Жоқ, бүкіл проблемасын ажырасып кеткем. 2 балам бар. В общем, арзан психолог болдыңыз ба тоже? Жоқ, андай әйеліммен араласпам деп, мен сосын тұрдым, мен жауап бердім. Тоқтат. Жауап бердім, енді араласу керек қой, балаңыз үшін деп. Бала, ойба. Сен өзің бір персонаж екенсің. Мен не істеймін? Еще сөйтіп сөйлеспей қалдым деп, рейтингім түсіп қалды таксидан. Рейтингімді аз қойып тастаған. Қаншалықты маңызды саған ол рейтинг? Такси алмай қояды ғой. Нормальный такси келмей қояды, рейтинг түсіп Аз не тастаса. істесе. Нормальный такси келмей қояды ма? Сөйлесе бересің адамдармен. Андай шаршап тұрсам да, деп сөйлесіп отырам. Сосын берген заттарымды жеп қоя беремін. Ау, не? Мен? Ей! Мына қызға микрофон бекер беріппіз вообще. Жоқ, күшті проблема, жоқ, мен айтшы, не дейсің соңғы сөз? Типа кеше сол не сағыз берді да, шайнап қойдым. Сосын Қалай сонда бүйт ма? Жоқ. Түп берді ма не? Былай берді, сағыз. Или бүйт ма? жоқ, андай кәдімгі дұрыс сағыз берді да. Бірақ мен потом сол шайнағаны қатты басым ауырып кетті. Мен сосын ойладым, не сағыз? Тоқтай, біз әлі сағызда жатырмыз, тұра тұр. Жоқ, андай отказ бере алмаймын, особенно таксиде. Не істеймін? Особенно таксиде отказ бере алмаймын деген өте қорқынышты звучит вообще. Маған андай өте біртүрлі отказ бере алмаймын таксиде деген. Жоқ, әдемі, мен сен түсінемін. Мен ше, бұл тоже таксистермен әңгіме айта беремін ғой, мен де бай, ассалаумағалейкум деп жаны. Алды бит тұрса да күткізіп отырып алатын, ассалаумағалейкум айта алмай. Айтқыңыз келгеннен айтасыз, мен айта алмай, айтқым келмейді. Потом шаршадым уже. Бірақ мен түрінді көрсе, таксистерді сөйлесіп кете береді. Очкиден ба, хрен знает. Айта берді, бір күні решение таптым. Мынандай наушник сатып аласың да, бит кіресің да, аға, если что, наушникте отырмын дейсің, жауып тастайсың да, отырасың, просто бит. Сол наушникте отырған үшін балымды төмендетіп тастаған алдым да. Наушникте отыр, амандаспайды деп. Мен аққоңына бес қоя беремін, не істесе де. Жоқ, мұндай ғой, міне кірдің, саламатсыз ба, қалайсыздар? Бірдеңе істерден, мен сөйтемін уже қазір, обязательно артқа отырамын. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бірдеңе де сөйлеп жатса, бет басымда, аға, если что, наушникте отырмын деп, чікті жауып тастаймын да, отырам болды. Сәлеміңді берді, наушник киіп алып. Потом үйренесің, жоқ деуді. Саған жоқ деп та үйрену керек. Бірақ апассың да, қыздарға апассың да, комфорт плюс жестіп жүрсеш. Ақша жоқ. Ақша жоқ. Студентпін ғой. Студентсің ба? Все, наушник. Все, рахмет саған. Алып кете берсің. Бүгінгі ең біртүрлі проблема болды. Маған ұнады, маған жиза. Сәлеметсіздер ме? Жалпы менің қоятын сұрағым жігітпен жүрмеген қыздар туралы. Мысалы, бір жігітпен сөйлесіп бастайсың ғой, сенің жігітің болды ма, мысалы, қанша жігітпен жүрдің деген сұрақ қояды дұрыс па? Жоқ дейсің сен. Иә, жоқ, мен жүрмегем осы уақытқа дейін деген сұрақ қоясың, бірақ олар сенбей бастайды. Қой, шыныңды айта бер, несін жасырасың оның жүргеніңді деген сияқты. Олар сену үшін қандай ответ беру керек? Олардың өздерінің проблемасы, сенің проблемаң емес. Жүрмеген қыз, значит, да, деп жүру. Ол балдар өздерінің еркектеріне сұрақтары бар, короче, ол сенің проблемаң емес. Просто өз-өзің жақсы көріп алдыға баса берсең, да, ну нафиг дейтін бала табылады ертең.
жақсы. Жаным авашин деп айтады саған. Жақсы, рахмет. Сен аттан пацанға. Сен жақсы көретін жігіт жүрдің жүрмедің ол қарамайды ғой бәрібір ғой. Ане. Қолды көтер. Жігітке. Қолды көтеріп тұршы. Чеки-бреки. Полиция екен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қыздар проблемаларын айтып отыр ғой, жігіттерде бір проблемасын айтсын деген ма? Осыны айтпай ақ қойық та бастай беруге болатын еді, по идее. Жай. Очевидный нәрсені айтып беремін. Қыздармен санасатын болып тұрсың ғой, походу. Ау? Қыздармен санасасың да ішінде. Білмеймін енді. Жаным, что-то. Мен андай бір жалғыз еткенде болмаймын, бірақ өзім түнгісімен де істеймін да. Түнгісімен де істеймін. Қатар сабағым бар. Параллельный қызым бар. Қандай қызым бар? Қасымда отқан қызым бар. Жүріп жүрген. Мен бүкіліне уақыт табу қиын маған. Ночной сменнен кешкі 8-ден азанғы 8-ге шығасың. Сабағым түске дейін примерно 12-1-ге дейін. Мен үйге барып жатып демалып алайын деген кезде кешке кездесуге ұйықтап қала беремін. Қызым соны түсінгісі келмейді. Көп ұрыс болады арамызда. Сен көп ұйықтайсың. Сен күнде жұмыс істейсің ба? Күнде дегенде аптасына примерно 4-5 рет. Аптасына 4-5 рет. Қалған 3 күн боспын. Қалған 2 күн боспын. Сол күндерде кездесуге келмей ма? Қызым андай күнде кешке кездескісі келеді, короче. Күнде кешке? Қызына тұрып микрофонды береді. Микрофонды берші қызы. Че там, шын айтып отыр ма? Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Күнде кешке кездескің келе ма? Просто бір моменттер болып қалады, когда менде просто өзімде андай қалай деп айтсам болады. Ішімдегілерін бөліскім кеп тұрады, айтқым кеп тұрады, күнделікті күні бойы не істегенімді, там, бұл просто сообщение жазамын, бұдан ответ болмайды. И потом удалить у всех қылып тастаймын, бұл оқымағасын. Ол жұмыстан кеп шаршап ұйықтағанына похуй, мен в принципе, жақсы түсінемін, потому что мен де солай жұмыс жасағанмын. Мен қаншалықты қиын екенін білемін. Бірақ та как-то қалай деп айтсам болады, өзімшілдік бар менде ше, потому что мені бірінші орынға қою керек. Ол сені бірінші орынға қою керек. Типа, как жігіт болғаннан кейін он должен дегендей болып тұрады. В принципе, менде адамгершілік бар, мен түсінемін ситуацияны. Бірақ иногда похуй болып кетеді. Иногда я болады. Не істеп жүрсіңдер? Қанша болып жүргендеріңе? Жүріп жүргенімізге осы апрельдің 1-інде 1 жыл болды. 1 апрель? 1 апрельде 1 жыл болды. Никому не верю күні кездесіңдер өздеріңе? Сендерге кішкене андай стратегический план құру керек, егер болашаққа типа отношенияларын қайда апара жатыр деген секілді. Сол кезде кішкене жеңілірек болады таңдай. Типа жұмыстан кейін келеді, кешкісін уже шаршап ұйықтап қалатын болса, выходной күні кездесесіңдер, а так телефонмен жұмыс уақытында сөйлесуге бар ма? Бір жарты сағат болсын. Неге сөйлесеміз? Сен әсірелеп жүрген ол. Одан кейін кездесу керек еще, бәрібір. Күшті зат айтайын ба? Айтыңыз. Қызыңыз өзі айтып отыр, ішіндегі бөліскім келеді, анау-мынау деп ше. Тыңда бәрін. Да ты че? Деп сен оңбағансың, сен мындай істейсің. Жоқ, мен шаруа істеп жатырмын деп айтпа сол. Жоқ, тыңдайды ғой ол. Жұмыстан кейін кездескісі келеді еще. Одан бөлек телефонмен сөйлескеннен бөлек. Мен уақыт бөлгім келеді, просто физически невозможно. Мал болып ұйықтайсың ғой, короче. Мен өзім жұмыс істегенмін. Олайнан сен секілді графикпен жұмыс істегенмін. Көт боласың ғой, короче. Қатты қиын, сен өзің тем более жұмыс істедің, қарындас, біліп тұрсың, Білмеймін, неме істеуге болады. Подружкың жоқ па? Вообще ешкіммен бөлісе алмайсың ба? Подружка тауып алсайшы өзіңе. Ау? Кім бере ма? Причем қызың ақша бересің ба? Иногда. Опа, гулянып барды. Жоқ, не үшін ол қызына ақша беру керек? Компенсация. Қандай компенсация? Компенсация. Сол ғой, короче, алда отырасың да, 5-10 мың теңге ақша жібересің, кофе, мороженое жеді, сосын андасың вот жылап отқан кезде, сен өмір жұмыс істемейсің, мен жақсы көрмейсің бе, деп жатса, деп отыра бересің, болды уже. Су сепкенде себеледі, сосын дальше жүріп кетесіңдер. Не керек, қызға айтшы ал. Не керек, ойына не тұр? Ақтайма, өз ойына хабар беріп жатыр, мынан қара. Көктем келді дейсің да? Бұған андай жігіттер ұнамайды бұл қызға. Бағынды байлап берейін деген. Бұған андай керек. Кет мен.
құдай сақтасын. бірдеңе айтсам болады ма? Пожестчесінес, ойбай. Давай. Бізде керісінше да, бізде керісінше, қызым бауымды байлап берші деп менен өтінеді. Көрдің ба? Это уже түрі бұзылып кетті. Сен біреуді... Ол уже похуй. Көрдің ба, ана жігітіне претенденттер көп, ужас вообще. Актуальный жігіт болып тұр, андай, ё-моё. Жоқ, қыздан сұрайыншы. Қумайды, андай, жоғалып кететіні жоқ, адам секілді, нормально, серьезно қарап, нормально жүретін жігіт қой, иә? Иә, ровно жүретін жігіт қой. Просто ровно жүретін. Внимание жетпей қалып отырады, иә? Мен андаймын да, как үйдің үлкені болғаннан кейін, маған көп внимание бөлінбеген. Ну, внимание бөлінбеген дегенде просто қалай деп айтсам болады, мен үйде кішкентайымнан туысқандардың енді туып өскенмін да. Ата-анамды қатты сағынбаймын. Поэтому оларға сағындым деп те айта алмаймын да. Мен мысалға 1 жылдап, 2 жылдап үйде көрмей кете беремін. Оларда мен уайымдамаймын. Жақсы, рахмет. Сен барлық вниманияны жігіттен талап етіп тұрсың ғой, в общем. Саған қиынырақ болып тұр да. Егер мына қыз сен таңдауың болса ше, қыз сен таңдауың болса, шамалы уақыт бөліп жүру керек просто. Сен оқисың ба еще күндіз? Оқимын. Қай курста оқисың? 4-ші курс. Бұйырса бітіресің, нормально жұмысқа. Сәл сабыр қылу керек болып тұр. Соған сабыр кішкене шыдай тұрыңдар, болды ғой. Екеуің бірге келіп айтып жатқандарыңа қарағанда все нормально. Иә, жұмысқа шығып кеттім ғой. Қыз өзі түсініп тұр ғой, просто чуть-чуть шыдау керек енді. Оқып бітіріп жұмыс істеп болғанда жігіт болғанда. Екінші проблема айтсам ғой. Жоқ, болмайды. Все, бер, кетіп. Болмайды, ужас сен. Проблема бітпейді екен сен. Давайте, құрметті достар, енді бір проблеманы шешсек. Жарайды, енді бір проблеманы шешейік, содан кейін аяқтайтын боламыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз, менің есімім Малика. Менде очень сильная пассивная агрессия. Мен мысалға маған үйдегілер особенно ұрысса, мен ешқандай реакция бермеймін. И потом уже жылап, уже сабыр сақтаймын да сөйтіп. Ештеңе дей алмаймын. Пассивная агрессия, сіздің агрессияңыз біреуге шыға ма әлде? Жоқ, шықпайды. Пассивная агрессия сізде чисто ата-анадан? Иә. Не мысалы, қалай сіз? Ата-ана емес, именно мысалға менің бауырларым, апам, ағам. Сондай. Мысалға үйде сондай бір проблема болады, и ол келеді да, маған сразу ұрсып тастайды. Нақты қандай проблема болды, қандай проблемадан кейін ұрысты сізге? Короче, маған мен үй жинаймын дедім, а ол тамақ пісіремін деді. Хорошо дедім. Сосын мен туалет жинап жаттым. Есік жауып алып, музыка тыңдап өзім жинап жаттым. Ол тамақ бешбармақ қойған и ұйықтап қалған. Сосын мен оны потом 1-2 сағаттан кейін жинап болған соң көремін. Сосын оятам, типа... Ет ағып жатыр, ана сорпасы шығып жатыр сыртқа. Бешбармақ не болды, жейміз ба бүгін, типа, или ертең сорпа қылып ішсек ба деген сияқты да. Ну, совет, типа, предпочтение ее. Сосын ол тұрып, шынданып, неге картошкасын салмағансың. Тамақты істеген тамақты бастап істеген кім? Иә. Ол, иә? Иә, апам. Апам, иә? Сосын мен айтам, мен ол туралы білмедім. Мен ойладым, сен ол бастаған тамақ істеп, типа, өзін жалғастырмайсың ба деп. Десең? Сосын ол барып, маған барлық өзінің өшін алып, потом в конце тряпку бүйтіп лақтырып. Я такая сидела просто. Картошка лақтырып? Жоқ, тряпка. Тряпка лақтырып? Бешбармақ күні тряпка жейді. И потом мен отырдым сол комнатада, ешқандай бір сөз айтпадым, ешқандай эмоция да бермедім. Просто тыныш болып, сабырлы болдым да, максимально түсінуге тырыстым. Сосын потом ладно деп отырдым, сабыр деп, Малика сабыр сақта. Сосын қайтадан келіп, тағы да мені жындандырғысы келген. Қайта шапқан жау жаман қыл жеп қайттан, Сосын мен уже сол кезде шыдамай қалып, уже жасым шығып, мені уже сосын маған айтты, сен вообще үйден кетші, сен көзіме көрінбе, аумау. Я такая, это уже пик был. Аумау деп айтма, прям апаң? Көзіме көрінбеші, аумау деп. Неден кетші, аумау. Жоқ, сондай мағынада. Сосын мен сол, у меня уже пик был, и мен жылап, сол киініп далаға шығып кеттім. Содан болды ма? Қайтып келдің, жылап қайтып келдің. Содан жылап. Қайтып келдің. Әйтеуір нормально болып, потом сол картошкасын салып. Не істеп? Картошкасын салып, өзім қайтадан сол бешбармақты пісірдім. Ештеңе болмағандай. Сосын апаң келіп айтты, картошка бәрін салып, аумау, жақсы жасап қойыпсың деді ма? Жоқ. Ол айтты, осы бешбармақты 1-2 сағат ерте жеуге болатын еді деді.
добивать етіп короче жіберді апаң соңында. андай стервозный ма кішкене? Кішкене емес, нормальный істері ол кәдімгі. Мен максимально апам түсінуге тырысамын. И просто это в моменте было, типа, осы сондай момент болып қалды, что сондай... Жоқ, бұл постоянно болатын зат па әлде осы не? Постоянно болып тұрады сияқты примерно, да? Иә, мен үлкен ағаларым, апаларым менен өштерін алады. Мен ештеңе демеген соң, может быть, очень удобно, может, ештеңе демеген соң шығар. Все, иә, ол понятно. Сен ештеңе демегесің, сен груша для битясың үйде. Үйде, походу, олар да жоғары қарай ештеңе деп айта алмайды ағапаларың да. Иерархия үйде жесткий. Иерархия үйде жесткий болса, ең соңында бәрінің жыны саған келіп тиіп тұр. Анамызда мен мысалға мамама айтамын, неге ол маған сөйтіп айтады деп. Сосын ол мама айтады. Ағаң ғой дейді көтін тастайды. Сен туған апаң ғой, сен бауырларсыңдар, там, ничего страшного. Иә, мамалар да типа бауырларсыңдар, бәбә деп шеше салып отыр да, короче. Ең соңында груша для битя сен болып қалыватсың. Сосын мен айтам апама, менің де сезімдерім бар ғой, типа мен де адам ғой, типа маған қатты айтпасаңыз бола ма деп та, жалына, пожалуйста, айтпашы деп. Но не понимает. Болды да, короче, мама папа нешеде? 60-63. Да. Жас көрінеді. Ойлап едім ғой, жас көріне ма? Иә. Андай, тағы бір бала туып алып, сен одан өшін алсайшы. Жоқ. Поздно. Үлкен ағаң нешеде? Скоро 29 или 30-ға келеді. Үйленді ма? Иә. Баласы бар ма? 2 баласы бар. 2 баласы бар ма? Жоқ, мен просто дело в том, что ешкімге... Аға дейсің, сіз жеңгеңіз екеуіңіз соңғы уақытта қатты ұрысып жүрсіздер. Сіз балдарыңызды алып қалайын, кино барып айтсаңызшы деп. Екеуі шығар саласында балдарын, кезінде шулап үшіндер ау-мау. Мен ешкімге жамандық тілемеймін и никак ешкімнен өшімді ала алмаймын. Бір күні адам өлтіресің, сөйтіп жүресің. Мен андай өзім слишком түсінемін да, андай ақтап алам сразу. Короче, сен бар ғой, боксқа бар. Боксқа барда груша қатты күшті ұрып, андай дайындалда, и сол видеоға түсір жылысқа, и апаңа личкасына жібер бар. Рахмет. Құрметті достар, сіздерге келіп, осылай проблемалармен сізбен бөліскендеріңізге үлкен рахмет. Біз мүмкін сіздердің кейбір проблемаларын шеше алмауларымыз мүмкін, бірақ сіздер іштегін айтып тастап та мүмкін жеңілдеп қалған боларсыздар. Сіздерге үлкен рахмет, осылай кездесіп тұрайық. Қандай проблема болса да, достойный сол проблемадан адам ретінде өсіп шығатын күш берсін сіздерге. Үлкен рахмет!